Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сізбен грек жаңғағы қосылған өте дәмді печеньенің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Печеньеге қажетті барлық ингредиенттердің мөлшерін видеоның астына описаниеге жазып қойдым. Ең алдымен ұнға тұз және ванильді қантты қосып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, ұнға толықтай сіңгенше араластырамыз. Оның үстіне қаймақ салып, жұмсақ қамыр пайда болғанша илейміз. Дайын қамырды кем дегенде 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындау үшін грек жаңғағын измельчительдің көмегімен уатып аламыз. Үстіне қажетті мөлшерде қант және 2 ас қасық бал салып араластырамыз. Печеньенің салмасы дайын болды. Тоңазытқыштағы қамырды алып, кішкене бөліктерге бөлеміз. Қамырды жұқа етіп жаямыз, ішіне салмасын салып, видеодағыдай орап шығамыз. Печеньенің бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз, 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Печенье дайын болды. Қалауыңыз бойынша үстіне әдемілік үшін қант ұнтағын сепсеңіз болады. Печенье өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған сымбат. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.